сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң. Бүгінгі күндеріңіз көңілді болсын. Біздің кішкентай ағаш. Бүгін мен не айтқым келеді? Бүгін маған жекелігіме бір хат келіпті. Менің енемен болған қарым-қатынасым дұрыс емес деп. Бұндай қарым-қатынастың дұрыс еместігі өте көп. Бұл жерде менің айтқым келетіні әрине өзімнің басымнан да өтті. Жай ғана ішкі эмоциямыз бен сезімдеріңіздің шығуына дәл қазір шынайы қалап тұрған болса, солардың шығаруына рұқсат беріңіз дегім келеді. Жек көргіңіз келсе, жек көріңіз. Барлық адамдарға ашуланғыңыз келсе, жарайды, ашуыңызды да шығарып алыңыз. Ішкі эмоцияңыздан не айтқыңыз келеді, барлығын айтып алыңыз, сөйлесіп алыңыз. Қалай жеткізесіз, барынша көркем түрде жеткізгіңіз келсе, көркем түрде жеткізіңіз, қатты жеткізгіңіз келсе, жеткізіңіз, қалай жеткізгіңіз келеді. Шығарыңыз, өзіңізге рұқсат беріңіз, айтуға. Жамандағыңыз келе ме? Жамандағыңыз дегім келеді. Мейлі, кімге айтқыңыз келеді жамандап? Анаңызға айтқыңыз келе ме? Анаңызға айтыңыз. Достарыңызға айтқыңыз келсе, достарыңызға айтыңыз. Барлығына айтыңыз, тіпті өзіңізге рұқсат беріп, айтқаныңыз үшін өзіңіз кінәламаңыз, өзіңіз ашық ұстаңыз. Айтыңыз. Мен де рұқсат бергем, айтқан барлығын. Енді айтып болғаннан кейін өзіңізде бір күні бір түсінік пайда бола бастайды. Мен бір қазір ар ілімі деген кітап оқып жатырмын. Сіздің арыңыз ар адамның таразысы дейді. Сізді сол арыңыз сізді таразылай бастайды да, өзіңіз сезіне бастайсыз. Айтасыз, айтқаннан кейін өзіңіздің керісінше елге емес, өзіңізге зиянын келтіріп жатқанын сезінесіз. Айтып болғаннан кейін достарыңызбен отырып тұрып айтасыз, 1 сағат 2 сағатқа жалғастырып отырып, өзіңіздің энергияңыздың төмендеп, көңіл-күйіңіздің түсіп қалғанын, бір шар сияқты, жел шығып кеткен шар сияқты болып қалғаныңызды сезіне бастайсыз. Міне, сізге біреу айтпа деп тән тәрбиені қанша берсе де пайдасы болмайды. Адамдағы өзгеріс пен сезіну, түсінік ішкі жан дүниеден қайнап шығу керек бір адамның. Әйтпесе бір адам келіп тәрбие, саған саналы бол, өзгер, өзіңді айтпа, жамандау, өсек айту деген дұрыс емес, сен өйтіп жамандамауың керек, үлкен адамды жақсы көр деп айтса да, жоқ, өзіңізден қайнап шықпаса, ана сезім деген нәрсе сізде өзгерістің болу өте қиын. Сол үшін мұның бірінші қадамы не? Сол ішкі эмоциямен тұншыққан сезімдерді, яғни бізді ауруға апаратын, онан ары күйзеліске апаратын сол сезімдерді шығару. Одан кейінгі басқышта, яғни бізде қабылдау содан кейін болады. Қабылдауымыз керек, өзіміздің айтқанымызды, өсек айтқанымызды да қабылдауымыз керек, өзімізді көп сынай мінемей қабылдауымыз керек. Енеміздердің, сол сізді ауыртып жатқан туысқандардың сондай бір сүйкімсіз екенін де қабылдауыңыз керек қой. Сүйкімсіз, солай деп қабылдағаннан кейін ары қарай сізде өзгеріс басталады. Бірінші айттым, өзіңіздегі айтып сондай бір ашулы, сондай бір негативті сезімдермен жүргенде өзіңізге бірінші болып сол зиян екенін сезінесіз, энергияңыздың түсескенін, үнемі бар назарыңызды, көңіліңіз соларға аударған сайын сізде ешқандай өзіңізде жаңа алға басатын идеяның ешқандай келмегенін сезінесіз. Сіз сол төмен деңгейде қалып бара жатқаныңызды сезінесіз, сізге өсу керек екенін сезінесіз. Сізде де басқа бір ақша жарататындай болмаса, өзіңізге пайдалы нәрсе жарататындай іске назарыңызды аудару керек екенін сезінесіз. Бәрінен бұрын өзіңіздің денсаулығыңызға, өзіңіздің өң әлпетіңізге, өзіңіздің семіріп бара жатқан бейнеңізге, бетіңізге назар аудару керек екенін сезіне бастайсыз ғой. Сізге осы керек қой, бар энергияны өзіңізге керек қой. Содан сіз қоя бастайсыз ғой. Өсек айтқан кезде бірден ол ішіңіздегі эмоцияны шығаруға көмектесіп жатыр. Өсек айтуда жаман деуге келмейді. Ода жақсы деп қабылдауыңыз керек. Жақсы деңіз. Бірақ соның барлық негативті нәрселерді айтқан кезде өзіңіздегі ішкі жасушаларыңыз, ішкі организмі адамның
сіздің адамның табиғаты таза ғой, туада сіз әр нәрсе өзінің сол табиғаты мен тазалығына қарай тартылады дейді да. Сол себепті сіздің ішкі организміңіз өзіңізді жек көріп бастайды екен. Сіздің сол негативті өсектерді айтып жатқаныңызда, жаман нәрселерді айтып жатқаныңызға, сол өсек айтқан кезде сізде бірі шын, бірі өтірік, кейде өтірік шындығы жоқ, ішкі жан дүниеңізбен ақылдасатын болсаңыз, кейбір жалғандар да қосылып жатады да. Өйткені сіз өзіңізді қорғап жатсыз, бір жағы өзіңізді білмеймін, өзіңізге жанашырлық, махаббат, сезімдердің бәрі керек болып жатады. Әйтеуір не себепті айтып жатқаныңызды өзіңіз сезінбейсіз. Өйткені сол кезде кей кездері жаңадан не келін болып түскен кезде адамның жесуі жоғарылап төмендеп, адам қатты бір күйзеліске берілетін кез екен ғой. Сол кездерде қатты махаббат қажет етіп кетесіз, рухани қажеттілік сізге қатты керек болып кетеді. Соны айтып, елден ала алмаған нәрсені кейде айту арқылы өзіңізді мынандай жанашырлыққа, махаббатқа бөлеп жатасыз ба? Әйтеуір солай кетеді, адамнан солай шығады да. Бірақ сонай жалғандығында, шындығында бәрін өзіңіз ғана сезінесіз. Сол кездерде өзіңіз еш қажеті жоқ екенін айта берудің. Айтқан сайын жай ғана өзіңізді босқа текке бір энергияңыз сарп қылып жатқанын сезіне бастайсыз да. Бір күні өзіңізге бір түсінік келе бастайды. Бір күні өзіңіз сонымен тоқталасыз. Түсінік келген кезде сіз жай ғана алыста отырып, әрбір адамның да өзіндік бір жақсылығы бар екенін сезіне бастайсыз. Артықшылығы бар екенін қабылдай бастайсыз. Бір түрлі махаббатқа келе бастайсыз. Басқаларға да жанашырлық, махаббатыңызды шашқыңыз келеді, нұрыңызды шашқыңыз келеді. Сондай бір керемет бір түсініктер келеді. Сол кезде сізде өзгеріс ақырын басталады. Барлығын қабылдай бастайсыз. Өзіңіз барлық берекенің өз қолыңызда екенін біліп, әрекет ете бастайсыз. Сіз беріп бастайсыз ғой бәр нәрсеге. Сол үшін ең алдымен сол эмоцияларыңызды шығарғыңыз келсе шығарып бастаңыз. Сол кезде сол бір керемет түсінікке, сабырлыққа, даналыққа өзіңіз келе бастайтын кезіңіз болады ақырындап. Өзіңізге ұрыспаңыз, кінәламаңыз. Соны айтқым келеді. Сізде бәрі керемет, бәрі жақсы. Бақытты болыңыздар. Қазір мен сол басқыштарды басып өттім. Менде қазір бәрі керемет, бәрі күшті. Әлде құлшынып келе жатырмын басқаларға өзімдегі бар жақсылығыммен ортақтасуға. Сол үшін сізде де бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Таңертең ерте тұрыңыздар. Қазір күнде жылынып келе жатыр, мынандайдан біреу алып алсаңыздар болады. Дене шынықтырып жүресіздер. Күшті. Сол кезде миымыз біраз жақсы жұмыс бастайды екен да, жұмыс істеп көп идеялар келе бастайды ғой сізге. Өзіңіздің кем дегенде ештеңе болмаса да, мына денеңізге, бет-бетіңізбен неңізге назарды аударыла бастаған кезде де сізде көп тыныштық болады. Сол үшін еш нәрсеге шамаңыз келмесе, таңертең ертерек тұрып, аз болса да осылай әрекет бастаңыз. Жүгіргіңіз келмесе, осыныңызда мындай ұрыңыз, былай ұрасыз қолыңызға. Бүтін денеңіз ұрып шығасыз ғой. Сол кезде оянады ғой барлығы. Сіз үшін әдемі жұмыс істейді денелеріңіз. Пока деп сау болыңыздар, бақытты болыңыздар, көңілді болыңыздар.